Бәріңізге сәлем. Сендер бұл хатты оқыған кезде мен уже бұл өмірде жоқпын. Біреу үшін өмір деген тым жақсы нәрсе шығар, бірақ мен оның жақсылығын көрмедім. Ренішті де, қысымды да, мазақты да көріп, талай көз жасымды төктім. Жарар, мен шаршадым. Түнімен жылап шығып, күндіз өтірік күлімдеп жүруден жалықтым. Мен шынайы достарым да жоқ екенін түсіндім. Қасыңдағы адамдар саған жақсы кезде ғана қасыңда болады. Қиындық кезінде жаныңнан адамды таппайсың. Жалғыздық, қараңғылық, тұңғиық. Мен жоғалып кетсем, ешкім байқамай қалатын шығар. Анам мен әкеме ғана жоқтығым білінер. Басқасына қайдам. Анашым, әкешім, мен сіздердің бақытты болғандарыңызды қалаймын. Мен енді сіздерді ренжітпейтін, ұялтпайтын боламын. Өзімнің тәртіпсіздіктерім мен нашар бағам үшін қызармайтын боласыздар. Соншама қиындықтар мен тәртіпсіздіктерім үшін кешірім сұраймын. Соншама қиындықтар әкелгенім үшін кешірім сұраймын. Осылай жасағаным дұрыс шығар. Қош сау болыңыздар. Сен сенімдісің бе? Сенің тым жақсы отбасың бар. Оларға сенсіз жақсырақ болатынына сеніп тұрсың ба? Саған бір нәрсе көрсеткім келеді. Бұл не? Бұл сенің әкеңді реанимацияға алып бара жатқан жедел жәрдем. Әкемді? Оған не болған? Жүрек талмасы. Әкең сенің өліміңді көтере алмаған. Оны құтқаратын шығар, иә? Жоқ. Ол бірер сағаттан кейін дүниеден өтеді. Құдайым-ау, әкешім! Анашым? Иә, бұл сенің анаң. Ол сенің қайғыңды көтере алмай, есінен адасып кеткен. Жоқ, анашым, жоқ. Жоқ, бұл әділетсіздік, жоқ. Олай болмау керек, жоқ, бұл әділетсіздік қой. Ал мынау сенің кішкентай інің. Оны балалар үйіне апарып тастаған. Сен өзінің ең жақын адамдарыңды сатып кеттің. Оларды өлімге итермеледің. Сен бәрін өзгерте аласың. Жоқ, анашым, ауырмашы, әкешім, өлмеші, күтіңдерші, мен өмір сүргім келеді, өмір сүремін, уәде беремін. Кешірші, анашым, мен өмір сүргім келеді, өмір сүремін, уәде беремін, кешірші, енді олай жасамаймын. Кешірші, анашым.